Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай арнайы ұйымдастырылуда. Осы мақсатта тұлғамен кездесу деген арнайы жобамыз бар. Ендеше құрметті Әділ Құрманжанұлын және қатысушылар, шарамызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі кездесу барысында бұл кісінің өзіне тікелей көкейдегі сауалдарыңызға жауап алуға толықтай мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен қатар Әділ Құрманжанұлы тәуелсіз ел болып қалыптасу жолымыздағы ең алғашқы тұлғалардың бірі деп айтуға болады. Сол егемендік келген кезде мен Америка Құрама Штаттарының Аризона штатындағы Тусон дейтін қалада болатын. Өйткені Тусон қаласы Алматымен бауырлас қала болатын. Менің мамандығым ағылшын тілі, қазақ тілі болғандықтан бауырлас қала ретінде қалалық әкімшілік өкілі ретінде Тусон қаласына 3 жылға мені іс-сапармен жіберген болатын. Сіз Кеңес одағының азаматысыз ғой. Мынау жағдайға қандай комментарий бересіз? Не болып жатыр елдеріңізде деген сияқты телеканалдан Тусоннан маған сондай сауал қойылды. Естеріңізде болар, ол кезде жастар біле қоймас, бірақ үлкен азаматтардың бәрі біледі. ГКЧП деген болған, жаңағы уақытша өкімет қой, уақытша өкімет Янаев деген басқарған. Сол келіп, жаңағы Горбачев тақтан тайып, жаңа билік орнап жатқан кез болады. Содан жаңа маған қойған сұрақта, мынау билікке келген күш қаншалықты өміршең болады? Бұл осылай қалыптасып қалып қоя ма? Сіздің ойыңыз қалай деді? Мен айттым, бұл билік көпке бармайды. Неге олай деп ойлайсыз дейді. Жаңа Янаев пресс-конференция беріп отыр. Екі қолы дір-дір етеді, былай. Мен айттым, сіз пресс-конференция берген Янаевқа жаңа ГКЧП-ның төрағасының қолын көрмедіңіз ба? Қолы дірілдеп отыр ғой. Өзіне сенімді биліктің қолы дірілдемеу керек. Ол егер өзіне сенімді болса. Ол қабылдап отыр. Яғни бұл биліктің өмірі өте қысқа болады деді. Міне егемендікті мен сол жерде қарсы алдым. 1991 жылы. Содан 3 жылдан кейін қайтып оралдым. Өзі жаңағы мен 2 жыл болған, сол 91 жылдың өткеннен кейін 92 жылы Алматы шет тілдер институтына ректор болып оралдым мен. Жоғарғы оқу орнындағы қандай жұмыс бар бәрін атқардым. Студент болып кіріп, шет тілдер институтына ректор болып аяқтадым мен. Институты мен білім комитеті болып тұрғанда егемендік алумен байланысты мен үкіметке ұсыныс жасап, жаңағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетін ашайық. Өйткені дипломатиялық жұмысқа көп мамандар керек, жаңа тілдер енгізейік. Бұрын ағылшын, неміс, француз 3 тіл ғана болса, енді араб тілін, түрік тілін, испан тілін, жапон тілін, қытай тілін деген сияқты, поляк тілін дегендей бірнеше тілдерді енгіздік. Соның арқасында ол университет қазір үлкен қызмет жасап тұр. Дипломатиялық қызметте жүрген адамдардың, азаматтардың көпшілігі сол университеттің түлектері. Қазір алды Америкада елші болып жатыр, Испанияда елші болып жүр. Біздердің шәкірттеріміз сондай қызмет жасады. Ал ғылым жағына келетін болса, ғылым енді жаңағы табумен эвфемизмдер бұл түркологияның бір саласы ғой. Биылғы жылы Түрк академиясынан түркі әлемінің ырым тиымдары деген 600 беттік монографияны жарық көрді. Жаңағы алдында жасалған жұмыстардың негізінде жасалған жартысы теория, екінші жағы сөздік. Тиым салынған ұғымдардың сөздігі, энциклопедия сияқты. Одан кейінгі бір сала Америкада жүргенде, мен жаңа Тусон қаласында жүргенде, Тусон университетінің ректоры маған ұсыныс жасады. Сіз осы жерде біраз боласыз ғой, бізге қазақ тілінен сабақ берсеңіз дұрыс болар еді деп. Жарайды деп 8 сағаттық жүктемемен америкалық студенттерді оқыта бастадым. Бір күні сабаққа 67 жасар бір ақсақал келіп тұр. Таңғалым, мына кісіге не керек болды мен қазақ тілде. Бірақ таңғалғанымды білдірген жоқпын. Сабақ аяқталғаннан кейін жаңағы азамат келіп менен сұрайды, профессор мырза,
сіз таңғалып тұрған жоқсыз ба? Мен мұнша жасқа келіп сіздің сабағыңызға қатысып тұрғанмын. Мен айтамын, енді таңғалсам да маған ыңғайсыз ғой, өйтіп айта алмаймын. Сіз қалауыңызбен келіпсіз, енді өзіңіз бастадыңыз, өзіңіз айтыңызшы, неге келіп тұрсыз дедім ғой. Сөйтсем айтады, менің әкем 18 жыл бойы Стамбулда рентген аппаратын сататын саудагер болған. Мен сол әкемнің қасында жүріп, түрік тілін суда үйреніп алдым. Сөйлес десем, сөйлеп тұр, судай біліп алған. Ал енді сізге келіп отырған себебім қазақ тілінің түрік тілінің бір бұтақ екенін білем. Екеуінің арасында ұқсастық қандай, айырмашылық қандай, соны білу үшін келіп отырмын дейді. Енді 8 сағат, сонымен менің студенттерімнің жасы 20 мен 22-23 жасар, 67 жасар. Сабақ, жаңағы біраз сабақтан кейін жаңағы бәрінен озып кеттін ау. Мен тілді біліп тұр ғой, ана жастар қызғанады. Мына ақсақал бәрімізден озып кетті деп. Содан жаңағы бір күн сабақтан кейін маған ұсыныс жасады. Бір 10 минут сұхбаттассақ қалай болады, иә? Сіз Қазақстанның қай жерінен келдіңіз дейді. Мен айтам, Қазақстан үлкен, оңтүстігінде Хан-Теңір деген биік 7000 метр шың бар, сол шыңның түбінде туып өстім, таудан келдім деп. Ал Тусон айнала тау қоршаған қала, кезінде Шалқар көл болған, көл кеуіп қалған, сол кепкен көлдің орнында Тусон дейтін қала тұр. Мексикаға жақындау жағы, Аризона штаты. Содан тауды сағынып жүр екенсіз ғой деді. Бірден жабыса маған, мен шындығында да тауып сағынып қалдым дедім. Ол емес, Астанаға келгенде де көз тігетін жер жоқ қой. Алматыда көбірек істедік те, Алматыда ар жағында тау, бер жағында жоғары төмен деген ұғымға сәйкес дүние бар. Бұл жерде жоғары төмен деп айту қиын ғой енді. Бәрі мида жазып қойды. Тегіс қой. Содан тау алып барып келейін деді, көліне отырдық. Жаңағы бір таудың сайға кіре беріс жерде үлкен бағанада жазып тұр. Жол белгі. Баба Тоғақ деп жазып отыр. Басқа ештеңе жоқ. Содан кейін мен жаңа десауырға көлігіңізді тоқтатыңыз, мені камера білет, ананы суретке тартып алайын. Маған қызық болып көрініп тұр дедім да, көліктен түсіп, камераны түсіріп алдым. Содан қайдан отырып кетіп барадыңыз, сұрайын ба, мына сөз тіркесі нені білдіреді десем, Бақа тау дейді. Баба деп отқан Бақа, Тоғақ деп отқаны тау. Біздер тау дейміз, қырғыздар тау дейді, түркмендер дақ дейді. Дебидақ, байырдақ деген сөзі дақ қой, дақ. Тоғағы сонда тауға келіп тұрды. Мен жерден жеті қойын тапқандай қуанып кеттім. Мынау түркше ғой. Әлі сенім толық анықталған жоқ, бірақ сондай ой келді. Америкалық үстелдің тілі 2000 тілден асады. Соның ішінде жазу сызуы бар біреу, ол майя тілі. Майя. Майяның өзі керемет халық болған, математикасы жоғары математика, мынау астрономиядан өте білімдері мықты болған, пирамида салған халық қой. Солардың тілінде біздің сөздер жүр. Бақа жүр, құдамен балды жүр, бірден беске дейінгі санайсын жүр. Жаңағы мен бір 5-6 тілді зерттедім, 260-тай сөз таптым. Соның негізінде жаңағы екінші бағыт, бұл да теркология ғой, жаңағы Америкалық үстелдің 6 айлық тергеген, алдында 6 айлық екенін білмедім. Азия, Белингия, Америка, немесе Америкалық үстелдің 6 айлық тегіден кітап жарық көрді. 2003 жылы. Ұшақтың қандай ғана. Ал қазір 30 жылдан кейін 265-тей үлкен монография шықты, жарық көрді. Қазақ тілінде, орыс тілінде және түрік тілінде. Жақында ғана Анкараға барып келдім. Анкарадағы кітап жәрмеңкесіне қонақ ретінде шақырылып, кітаптың тұсауы сол кезде кесілді. Онда ойым түркі әлемі тұтас оқысын деген ой ғой. Түркияда, Анкарада сол кітап жарық көрді. Хельсинки комиссиясы деген бар. Жаңағы күмбезді ғимарат бар ғой, соның астында. Олардың 21 мүшесі бар екен, оның 3-і министрлер, қалған 18-і сенаторлар. Солардың алдында біздер есеп бердік. Мен мұсылмандар жөнінде есеп бердім. Зерттеу үшін ағылшын тілі маған өте қатты көмекке келді. Жер жүзіндегі әдебиеттің бәрін тауып, жаңағы қазір түркі әлемінің тиымдары дегенде тек түркі әлемінің тиымдары емес, роман герман тілдеріндегі тиымдары да, Америкалық үстелдің тиымдары біздікінен алмайды. Мысалы үшін қазақтарда тиым бар ғой,
балалардың санын айтпайды мысыр. Қарттардан сұрасаңыз, қанша балаңыз бар десе, бар ғой Құдайға шүкір деп қояды, бітті айтпайды. Ботаға да көз тілгіз тиеді, ботаны да көрсетпей қояды біраз уақытқа дейін. Балаларды қағанат шығарғанша ешкімге көрсетпей қоятын ғой, ол да тиын мысалы. Тіпті керемет дәстүріміз бар ғой. Анасын көріп қызынан, аяғын көріп асын іштейді. Ол жерде де аржанда тиым тұр. Анасы нашар болса, ондай жерден қыз алма деп тұрған жоқ па. Аяғы лас болса, аяғы лас болса, ондай ыдыстан тамақ ішпеу, ұлданасын, ұшынасын деп тұрған жоқ па. Мінекей осындай тиымдардың бәрі бар. Өлімге байланысты, қасқыр, аю, толып атқан тиымдар бар. Өте көп тиым. Сол тиымдардың мен бәрін жинақтап, алжыбеттік монографияны бердім. Қазір Түркі Академиясының кітапханасында тұр. Енді қысқаша айтқанда өмір жолы осылай. Енді үш бағытта жаңа. Білім ғылым саласы, саясат саласы, парламентте, үшіншісі геосаясат, түркология. Осындай қысқа ғана мен тұжырым жасап отырмын. Ал енді сұрақтарыңыз болса, мен дайын сұрақтарыңызға. Маған салып жүріп, мінекей 11 сұрақ тұр. Өздері қоя берсін. Өздеріңіз қоярсыздар, сіздерге қойған сұрақтар жинап алған ғой. Адал Құрманжанұлы, сізге үлкен рахмет, уақыт бөлініп келгеніңізге. Сізге қояр сұрағым, сіздің жаңағы білім саласында тоқыған еңбегіңізде, тәжірибеңізде мол. Сондықтан жаңағы сізге қоятын сұрағым, Қазақстандағы жаңағы қазіргі білім саласы сіздің көңіліңізден шыға ма? Неге көңіл бөлу керек деп ойлайсыз? Білім саласы кез келген отбасына қатысы бар. Өйткені әрбір отбасында бала бар, балалар бар, студенттер бар. Сондықтан мектепте де, жоғарғы оқу орындарында да балалар оқығаннан кейін бұл саланың отбасына тікелей қатысы бар. Бізге не жетпейді дегенде, ғылым академиясы жетпейді бізде. Абхазияда кішкентай алақандай Абхазияда ғылым академиясы бар. А бізде ғылым академиясы жоқ. Бізге ең болмаса осы Абай мен Әл-Фарабиді тойлаған кезде қаражатты, соған шығарған қаражаттың бәрін жұмсап, ғылым академиясын тірілтіп алу керек. Егер ғылым академиясы болмаса, жүйе болмаса, аспиранттар қайдан пайда болады? Ғалымдар қайдан пайда болады? Ғылым академиясы орнына келмейінше біздің ғылымымыз алға дамымайды, оған менің көзім жетіп тұр. Білім сапасы мен ғылым сапасы әлі көшкіндер болатын жағдайы бар. Бірақ олай болмай тұр. Өйткені жүйе кетіп қалды. Жүйе. Кеңес одағындағы ғылым академиясы мен білім жүйесі қазіргі жағдайдан әлдеқайда мықты болатын. Әлдеқайда мықты болады. Оны жасырудың қажеті жоқ. Кеңес одағының кемшіліктері де толып отыр. Бірақ ғылым мен білім саласына келгенде әлдеқайда көшкіндер болатын. Өйткені ғылым академиясы мықты еді. Біздің ғылым академиямыз Ресейдің, Украинаның 3-ші орында, 2-ші орында келе жатқан жағдай болды. Көрдіңіз бе? Қазақстан дүрілдеп тұрған кез ғой енді. Соған мен қысқа ғана айтып отырмын. Бізге ғылым мен білімге қатты көңіл бөліну керек. Бүгін мен сіздердің кітапханаларыңызды көп шықтым, музейлерін аралап көрдім, музейлеріңізді. Көп не өзгеріп жатыр екен. Қаншама ректорлердің кезінде не істелгенін бәрі жарқырап көрініп тұр. Қаншама жаңа факультеттер ашылған, қаншама жаңа мамандықтар ашылған. Жаңа Бораев университетінде экспериментальдық сіздердің площадкаларыңыз бар, эксперименталь жұмыстар жүргізіп жатыр, жаңа лаборатория ашылған, оның бәрінен хабардармын. Сондықтан даму жүріп жатыр. Бірақ біз әлі шарықтау шегіне шықтық деп айтуға әлі ертерек. Ғылым академиясы құрылмайынша жақсы болмайды. Әрине, білім саласында біраз реформалар жүрді, мұғалімдердің жалақысы көбейіп жатыр, ол құптарлық дүние. Мектеп түзелмейінше жоғарғы оқу орны түзелмейді. Мектеп түзелмейінше жақсы мамандар келмейді жерге. Көрдіңіз бе? Мұғалімдердің сапасы да төмен болып жатыр. Өйткені байқаңыздаршы, қазір мұғалімдыққа балалар аз барады жүрген. Конкурстан әрең өткендер ғана бармаса, мықты оқитын балалардың бәрі басқа салаға кетіп отыр. IT саласына, бір кезде мода болған заң, сол салаға көбірек барып жүрген. Экономика саласына, қаржы саласына дегендей. Мінекей осындай дүниелер бар. Заман өзгерген сайын адам да өзгеру керек.
бағдарламалар да өзгеріп отыру керек. Сондықтан біз оның үстіне біз еліктеуді тоқтату керек. Еліктеудің кейін керегі жоқ, бізге үлгі алу керек. Мысалы үшін мен елші болған кезде мынандай бір ұсыныс енгіздім, мақалада да жаздым. Әрбір елші жаңағы ақпарат жинап алып, соны орталыққа жазып отырудың ешқандай қажеті жоқ. Біз интернетте бәрі тұр ғой. Британияның сыртқы саясаты интернетте тұр. Солай емес пе? Экономикасы интернетте тұр. Меніңше елшіліктер қазір мынандай экономикалық дипломатиямен айналысу керек. Мына елден не алуға болады? Не үйренуге болады? Кіші бизнес, орта бизнестен қандай формаларын алуға болады? Қаржы жүйесінен не алуға болады? Мәдениетінен не алуға болады? Кино өнерінен не алуға болады? Шекспирдің отаны Британия ғой. Театр өнерінен не алуға болады? Технологиядан не алуға болады? Оның үстіне ағылшын тілі қазір дүниедегі ақпараттың 70-80% ағылшын тілінде тарайды. Сондықтан ағылшын тіліне мән беріп отыру керек. Ағылшын тілін білген адамға жол ашылады. Кезінде орыс тілін білген адамдарға да жол ашылды ғой, мысалы. Солай ғой. Әлемге шығу үшін бір тіл жеткіліксіз. Ана тіліңді тастай біліп ал, бірақ басқа тілдерді үйрену керек. Әсіресе жаңағы әлемдік тілдерді, ағылшын тілі. Ағылшынның Британия империясына байланысты мынандай сөз тіркесі бар. Британия империясында күн еш уақытта батпайды деген. Ол шындығында да солай. Кезінде анау Тынық мұхитынан бастап Америкаға дейінгі аймақтың бәрі Британия империясының қол астында болған. Көрдіңіз бе? Сондықтан да тілі де дамыған, технологиясы да. Қазір ағылшын тілі ақпарат технологияларының тілі, ағылшын тілі банк жүйесінің тілі, ағылшын тілі авиацияның тілі, ағылшын тілі туризмнің тілі, ағылшын тілі барлық саланың тілі. Химияның болсын, басқа тіпті ағылшын тілі химия терминдерінің өзі бірнеше миллион қазір. Оның өзі жеке бір тіл болып кетті. Осындай жағдай, сондықтан ағылшын тіліне басымдық беру керек. Ағылшын тілін білген адамға кез келген ғылыми жұмыспен айналысса, оны қазып алуға мүмкіндік керемет болады. Оны мен өз басым пайдаланып жүрмін. Содан кейін айтып отырмын, білгеннен кейін айтып отырмын. Ол тек қана бірақ ана тілді бірінші орынға қою керек. Ана тілін білмеген адам шет тілін тез үйрене алмайды. Грамматикасын, жалғау жұрнақтарын, терминологиясын бәрін игерген адамға шет тілін үйрену түкке де тұрмайды. Оның үстіне ағылшын тілі дүниедегі ең оңай тіл. Грамматикасы өте жеңіл, үйренуге өте оңай. Қай жаста да болмасын, ағылшын тілін тез үйреніп алуға болады. Сондықтан сіздерге мен айтатын, жастарға әсіресе программалар бар ғой, бағдарламалар, компьютерден де үйренуге болады. Телеканалдарда да арнайы каналдар бар, мысалы үшін. Оның үстіне өздеріңізде қазір оқып жүрсіздер, шет тілін. Ағылшын тілі басымдық беріп, көп дүниені, көп әдебиетті ғылыммен айналысқан кезде пайдалануға көп күш салу керек. Осындай жағдай. Енді біздің әлеуетіміз қандай деген сұрақ болды. Әлеуетіміз жаңа айттым ғой. Қаншалықты біз баяғыдан 30 жыл бұрынғыдан әлдеқайда алға кеткен жағдайымыз да бар. Техникалық мамандарға көбірек баратын болды қазір балалар. IT саласына көбірек баратын болды, бұның бәрі жетістік. Бірақ ол аздық болады, өйткені жаңағы біздің үлгі алып отырған елдер бізден әлдеқайда озып кетіп отыр, тоқтамайды олар. Оларды қуып жету оңай емес. Әсіресе технология өте қатты дамып жатыр қазір. Биотехнология мысалы, робототехника қатты дамып жатыр. Аграрлық салада да жетістікке жетіп жатыр. Өздеріңіздің интернетте бүгін таныстым. Көптеген 20 шақты елдермен байланыстарыңыз бар екен. Олардың мамандары келіп осы жерде дәріс оқиды екен. Сіздер де адамдарды жіберіп оқытып жатырсыздар. Алыс-беріс бар екен. Сол қуантады. Бірақ білім мен ғылымның шегі жоқ. Бір орында тұрып қалуға болмайды. Ізденген адамға бәрі бар. Мен мысалы үшін кандидаттық диссертация қорғау үшін Мәскеудегі Ленин кітапханасына барып 2 ай отырдым. Буфеттер, кішкентай буфет, тамақ ішуге уақыт 3 километрге кезекке тұру керек. Аша отырып кітап оқитынбыз. Қазір құдайға шүкір үйден шықпай диссертация қорғауға болады ғой. Бәрі интернетте тұр. Ана электронды кітапханаларыңыз тұр мысалы үшін.
Çünkü әрқайсыңыздың қолдарыңызда бір iPhone жүр, қолыңызда компьютер жүр. Жеткілікті. Ақпарат деген жетіп артады. Бірақ интернетте қоқыстар көп. Қоқыстан көрі ғылымға, білімге екпінді көбірек берсеңіздер, көп білесіз, біліміңіз күннен күнге нығая береді. Сондықтан алға ұмтылғандарыңызды қалар едім. Рахмет. Сұрақтарыңыз? Орман шаруашылық кафедрасының аға оқытушысы тежінде доктор Жұмабекова Жазира Жақсылықовна. Менің сұрағым, сіз жаңа айтып кеттіңіз, америкалық үндістердің түрік тілдес халықтардың жаңағы ұқсастықтары бар деп сол жайды толығырақ айтып кетсеңіз, және Ұлыбритания елшісі болғандықтан жаңағы олардың қазақтармен қандай ұқсастықтарын айта аласыз ба? Америкалық үндістердің арғы тегі Алтайдан кеткен. Осыдан 40 мың жыл бұрын Саян тауларынан асып, Америка мен Азияның арасында мұз дәуірінен кейінгі кезде пайда болған жер мойнақ, немесе көпір деп бар. Сол көпірді басып өтіп кеткен. Басқа континентке барғанын біздің ата-бабаларымыз хабарда жоқ. Өйткені жалпы біз малмен көп араласқан адамдармыз ғой. Мал шаруашылығымен әсіресе. Жақсы өріс іздеп кете берген, ары Америкадан бірақ шыққан. Аны оның дәлелдері жаңағы мен айтып отырмын, лингвистикалық факторларын айттым. Генетикалық факторлар керемет. Мысалы үшін жас балалардың сауырында 4-5 айға дейін көк дақ болады. Ғылымда оның моңғол дағы дейді. Монголоидный пятно дейді. Ал одан кейін ол бірте-бірте жойылып кетеді. Сол моңғол дағы түркі халықтарының маркері. Ол бүкіл түркі халықтарына тән. Сонымен бізге кішкене жақындығы бар. Корейлерде, жапондарда, айндарда, эскимостарда, америкалық үндістердің бәрінде бар. Ол сыртқы генетикалық фактор. Ал ішкі генетикалық факторға ол ДНК, генеалогия дейтін ғылым қазір пайда болды, 20 шақты жыл болды. ДНК жағынан да бізге өте жақын. Сібірден кеткені, Алтайдан кеткені айнадай көрініп тұр. Жаңағы өздеріңіздің кітапханаға жинаған кітаптың ішінде National Geographic журналынан алынған картаны мен әдейі бердім. Түрлі түсті карта, адамзаттың миграциялық жолы көрсетілген. Жаңағы Орта Азиядан Америкаға дейін жол жатыр. Орта Азиядан Скандинавияға дейін жол жатыр. Скандинавия деп отырған мен викингтердің ізіме деген кітап бітіріп қалдым қазір. Байырғы викингтер, скандинавиялық викингтердің шыққан тегі де осы Скифия. Скифия деп отырған бүгінгі Қазақстан. Турхерл дейтін керемет жиған кез болған. Ол оңтүстік Америкадан Австралияға дейін жаңағы қамыстан жасалған кемемен ары бері өтті ғой. Сол қызына өсиет айтып кетіпті. Қызының аты Бетина. Бетина, қарағым. Мен бұл тақырыпты ізденіп жүрмін. Сен осыны жалғастыр. Біздің ата тегіміз Скифияда жатыр. Скандинавияда 100 мың қорған бар. Сол қорғандардағы ДНК-ны алып, тексеріп, Қазақстандағы ДНК-мен салыстырып көрші. Ұқсаймыз ба, ұқсамаймыз ба? Меніңше біздің ата тектеріміз сияқты. Қызы 2 рет келіп кеткен Қазақстанға. Зерттеу жұмыстарын жүргізген, жаңа анықтаған ДНК-сы біздікімен бірдей. Өзі? Анау Кавказ менен Қара теңіз бен Каспийдің ортасындағы ұлы даладан кеткен. Тағы бір мысал келтірейін. Осы сөздің растығын. Мысалы үшін Әзербайжан жерінде Гобстан дейтін петроглифтер кешені бар. Біздің таңбалы тас сияқты. Таңбалыда көрдіңіз ғой енді? Ол туралы мағлұмат өте көп. Сол Гобстанда викинг кемелері суреттері тізіліп тұр. Мен оны кітапқа кіргіздім. Ол кітапта амандық болса, биыл болмаса жылдың аяғына дейін шығып қалады, әйтпесе келесі жылы. Күтіп отырған бір мәселе бар. Норвегияда Осло қаласында осы тақырыпқа байланысты халықаралық конференцияға шақырып алды. Бірақ мына ковидке байланысты шегерілді. Не январда, қаңтарда, не жаңағы келесі февраль айында өтеді. Билет бәрі өздері алып беріп шақырып отыр. Сол жерде баяндамамды жібердім ағылшын тілінде. Сонда қарап отырсаңыз, біздің жылқымыз да бізден кеткен. Жылқында біз Орта Азиядан осы жақтан кеткен. Осының барлығы бар. Генетикалық факторлар толып жатыр. Жаңағы фактор онда да бар,
ұқсас. Лингвистикалық фактор бар. Мысалы үшін қазақ тілінде, ағылшын тілінде мысалы үшін тілді таң дейді. Таңның таңдаймен жақындығы бар. Көріп тұрсыз ба? Таң, таңдай. Тісті тіс дейді. Тұс деген жекеше, тіс көпшесінде. Өгізді оқыс дейді. Бұланды елік дейді. Ашшыны сор дейді. Осылай көптеген сөздер бар. Солардың мен бәрін келтіріп, англо-саксондардың тарихын жазған Шарон Турнер дейтін ағылшын ғалымның 4 томдық кітабын қарап шығып, тек қана ағылшын-саксондықтардың ғана ары тек емес, герман тобына кіретін Европадағы немістер бар, жаңағы басқа халықтар бар, Скандинавиядағы норвегтер бар, шведтер бар, даттар бар. Осылардың барлығының арғы тегі бізбен тікелей байланысты. Осыны жазып отырмын. Ал Америка ұлыстарының Алтайға деген ешқандай оған талас жоқ. Алтайдан кеткені расталды. Өйткені генетикалық, археологиялық, антропологиялық, генеалогиялық факторлардың барлығы сөйлеп тұр. Сондықтан тіпті ырым тиымдарына дейін бізге ұқсас екенін жаңа айтып кеттім ғой. Қазақтан ботаға байланысты тиімді байқады ма? Ботаны көрсетпейді. Ал енді түйесінің санын айтпайды екен қазақтар. 100 түйесі болған кезде, түйесі 100-ге толған кезде, 100 түйесі болса, бір түйенің бір көзін жырақ қояды екен, бір соқырым бар дейді. 200 түйесі болса, 2 соқырым бар. 5 соқырым болса, 500 түйесі бар. 10 соқыры бар, түйесінің 1000 түйесі бар. Осындай. Балғаның санын айтпайды. Неше түрлі тағамға байланысты тиымдар бар. Жаңағы иттің иесі болса, бөрінің тәңірі бар деген себебі бейберекет ата беруге болмайды, өлтіре беруге болмайды деген сөз ғой, мысалы. Қасқыр емес, қасқырды да қырып тастауға болмайды. Енді осыған байланысты бір-ақ мысал айтайын. Мысалы, Американың Йеллоустоун дейтін қорқы бар ғой, ұлттық қорқы. Сол кезде қасқырдың бәрін қырып тастаған екен. Қасқыр қырылған кезде экология бұзыла бастады. Өзен бұлақтардың қасындағы бұғылардың саны соншалықты өсіп кеткендігі, аналарды кеміріп жеп қояды екен. Көрдіңіз бе? Сондықтан ғалымдар ойланып айтқан, қасқырды қайтып алып келмесек болмайды. Өйткені баланс, экологиялық баланс бұзылды. Қасқырдарды қайтып алып келгеннен кейін бұғының саны азая бастайды. Шөптер де орнында, жаңа шыбықтар да орнында, талдар да орнында, өзеннің суы да орнында қайтадан түзеле бастайды. Көрдіңіз бе? Табиғатта ешнәрсе артық емес екен. Бәрі баланс. Біріне-бірі жем болады әрине, бірақ бәрі баланс. Анау жаңа құмайлар, олар да санитарлар ғой. Қасқыр да санитарлар мысалы. Бірін жегенменен баланс ұстап тұрады. Сауын мықтыларын жей алмайды ғой, арық тұрақтарын, жаңа ауыр сырқауларын ғана жейді, тазалап отырады. Осындай табиғатта экология демек үшін қазір Глазгода өткен конференцияның хабардарыңыз бар ма мысалы? Оның алдында Рио-де-Жанейрода өтті, Киотода өтті, Парижде өткен конференцияны білесіздер. Экология қатты бұзылып жатқан себебі оның адамзаттың жауы, адамзаттың өзі болып тұр. Өйткені көмір, қышқыл газын көп шығарып жатырмыз. Тіпті жердің геологиясы өзгеріп кетті. Астындағы астан кестен сыртына шығады. Уран да сыртында, алтын да, күміс те, металдың бәрі сыртында, көмір де сыртында, мұнай мен газ бәрі сыртында. Көрдіңіз бе? Анандай көп жайылған кезде атмосфераға тарайтын көмір, қышқыл газының құрамы көбейгенде мұхиттар мен теңіздерге барып тұнады екен. Сол кезде теңіздің суы менен мұхит қышқылданады екен де, булар өте тез жүреді. Сондай буларудың салдарынан 20 километр қалыңдықты биіктегі бұлттар пайда болады екен. Соның салдарынан нөсердің салдарынан топан су. А кейбір жерге құрғақшылық су жетпейді, жаңағы өрт болып отыр. Қазақстанның өзінде де өрт көбейіп кетті. Ресейдің территориясында орман жылда өртенеді. Калифорнияда ормандар жылда өртенеді, байқайсыз ба? Осындай үйлер көп болып, экология бұзылып жатыр. Жердің қызуы күшейіп жатыр. Осыны тоқтату үшін конференциялар ашылып жатыр. Біздің де азаматтар барып келді. Келімбетов барып келді, премьер-министр барып келді. Мысалы үшін біздің де үлесіміз бар. Көмірді біз көп жағамыз. Екібастұздан шығатын түтін Қытайға барып қонады. Содан кейін Жезқазғандағы экологиялық ситуация, Алматыдағы экологиялық ситуация, жаңағы Өскемендегі жағдай өте қиын. Бізде көмірді жағамыз. Адамдардың денсаулығына қатты кері әсер етіп отыр.
Сондықтан осындай не. Ал америкалық үндістерге байланысты айтқаным, жаңағыдай біздің түпкі тегімізге байланысты генетикалық факторды айтам, лингвистикалық факторды айтам, археологиялық факторды айтам, генеалогиялық факторлар бар. Ал бірақ аясында өзгермейтін нәрсе жоқ. Мысалы үшін Шекспир заманындағы ағылшын тілі мен бүгінгі замандағы ағылшын тілі арасы үлкен айырмашылық бар. Фонетика саласында да, лексика саласында да, сөз тіркестерінде де үлкен айырмашылық бар. Өйткені өзгереді, тіл де өзгеріп отырады. Тіл де өзгереді, неологизмдер пайда болады, архаизмдер пайда болады. Бұрынғы ескірген сөздердің архаизм айналады, жаңа сөздердің неологизм келіп отырады. Өмір өскен сайын, алдыға жылжыған сайын тіл де өзгеріп отырады. Ал табу мен эвфемизмдер соның бір көрінісі. Тыйым салынған сөздің орнына эвфемизм, тыйым салынбаған сөз пайда болады да, жиі қолданыла берсе, ол да табуға айналады да, оның орнына қайта сөз пайда болады. Мысалы үшін ағылшын тілінде мас деген сөздің 3000-дай синоним бар екен. Мас күнем деген. Көрдіңіз бе? Оны айтуға ыңғайсыз болғанда жаңа сөздер пайда болып отырады. Жаңағы лексиканы толықтырып отыратын бір құбылыс бұл. Қазақстан тарих кафедрасының оқытушысы Айнұр Бегімбетқызы, ырым тыйымдарға байланысты жалғастырып кетейік. Өзіңіздің биыл шыққан түркі әлемінің ырым тыйымдары еңбегіңіз іргелі еңбектердің бірі аға. Енді осы жерде жас балалар, студенттер отыр. Қазіргі таңда балалардың тәрбиелік мақсатта қандай ырым тыйымдарды баса ұстаса деген ақыл кеңес береріңіз? Бастапқы өзі қайда деген мәселеге көңіл бөлдім де, киелі кітаптарды оқи бастадым. Тәуратта өзі ағайынды үш дін бар ғой, монотеистік, иудаизм, христиан және ислам. Бұлардың түпкі тегі Ибрагим пайғамбардан тарайды бері. Үшеуі бір-біріне байланысты тілдер. Тіпті пайғамбарлардың аты да ұқсас қой. Мысалы, бізде Сүлеймен пайғамбар десек, сол адам. Ибрагим пайғамбар десек, Авраам. Жүсіп пайғамбар десек, Юсуп. Бәрі ортақ, пайғамбарларымыз ортақ. Сондықтан тыйым әр уақытта керек. Қазір әй дейтін әже де, қой дейтін қожа да тыйымдар. Мысалы үшін, ешкімнің ала жібін аттама деген тыйым ба? Тыйым. Өте жақсы тыйым бар. Балалардың құлағына сіңдіру керек. Ешкімнің ала жібін аттама, ұрлық жасама, қылмыс жасама, кісі өлтірме. Күнә болады деген. Жаңа киелі кітаптарда, Тауратта да, Библияда да, Құранда да осының бәрі тізіліп тұр. Әрине бәрі тізілгенде қатар жазылмаған, әр түрлі сөйлем, әр түрлі аяттарда тұр. Сондықтан тыйым әй дейтін ажа, қой дейтін қожа деген сөз. Кейде айтады ғой апаларымыз, мынаның әй дейтін ажасы, қой дейтін қожасы жоқ қой, тексіз ғой, мына тәрбиесіз ғой деп айтады. Ол сүйектен өтетін сөз ғой мысалы. Сондықтан жаңағы мен кітаптың аннотациясына жаздым, бұл ата-аналарға, балабақша тәлімгерлеріне, этнологтарға, ғалымдарға да арналады деп. Өйткені бәрі бай тыйым бар. Көп энциклопедиялардың бәрін жинадым, жаңағы тыйымдардың бәрін сөздігін бердім. Мысалы үшін, пайдаланам деген адам, оны тауып оқиды, пайдаланады. Сондықтан тыйым әр уақытта керек. Тыйым әр уақытта керек. Жаңағы анасын көріп қызын алып, аяғын көріп асын іш дегенде де құлағына сіңдіріп қойсаң, бала түсінеді ғой. Анасын көріп қызын алып, мына әсіресе ұл балаларға айтатын ең үлкен тыйым осы. Анасын көрмей тұрып, анасын кім екенін білмей тұрып, үйлене салып, қазір кешегі ақпараттар қарап, мен сондай таңғалдым. Қазір ажырасу деген өте тез болып жатыр ғой. 40-50%-ға дейін жетіп жатқандар көрміз. Бүгін үйленді, ертең ажырасып отыр. Баяғыда ондай жоқ еді ғой мысалы. Ал сонда біздің келешегіміз не болады? Келешегіміз не болады? Сондықтан ұлдарға айтатын жаңағы тыйымға құлақ салыңыздар. Кім екенін білмей тұрып, көрмей тұрып. Мен оңтүстік Кореяға барғанда бір қызық дәстүрді көрдім. Кәдімгі мамандық екен. Арағайын біреулер жүреді екен. Мамандығы сол. Сіздің үйде ұл өсіп жатса, сіздің үйде қыз өсіп жатса, бірін жақындастыру үшін сіздің ұлыңызға ана
ана отбасында қыз лайық келеді. Мен зерттеп жүрмін. Керек десеңіз таныстырайын деп. Арағайын болады екен. Құда түсіп қыз алысады екен. Қазақтың керемет дәстүрі бар емес. Қыз алысып қыз беріп үлкен дәстүр бар. 7 адамға дейін қыз алма деген тыйым ба? Тыйым. Қазақ оны қайдан алды? Қазақ оны жылқыдан үйренген сияқты. Жылқының үйіріндегі айғыр мысалы үшін, өзінен туған қыздардың бәрін айдап шығадан жүрді, кәмелетке жеткенде. Ол үйірде қалмайды, басқа үйірде барып қосылады. Қан араластырмау үшін. Ол қасқырлардың арасында да бар, ол басқа аңдарда да бар, адам емес. Сондықтан бұл тиынның астары өте үлкен. Неге ол тиын салып отыр деген мысалы. Паспорт деген сөз халықаралық термин. Паспортын көрсетесің, кім екенін біледі. Англияға бір барып қалғанда, ұлтың кім деген жерге қазақ деп жазып еді, жаңағы Тамбажыда тұрған адам сызып тастап, орыс деп жазып қойды. Мен ол кезде кеңес одағы кезінде барып едім. Совет одағындамыз ғой. Орыс деп әдейі. Ештеңе деген жоқ, сызып тастады, орыс деп жазып қойды. Ал қазіргі ол кезде біздің паспортымыз жөн сұрасың ғой. Айналайын, тегін кім, қай рудан боласың деп сұрайды ғой. Балалар естіп отырады. Өзіміздің туысқан екенсің ғой десе, ол тыйым. Ондай жаңағы қан араластырмау, қыз алысу қыз берісу жоқ. Ол ұлттың денсаулығы үшін керек, ұлттың сақталуы үшін керек. Қан араласу деген ол өте қиын нәрсе. Генетикалық заңдылық бар ғой, мысалы. Өзін жақынына үйренгендердің балаларында кемшіліктер болады, мысалы. Сондықтан қазақтың тыйымы ұлттың қорғаныс функциясын атқаратын құбылыс. Сондықтан бұл жағынан қатты мән беріңіздер. Мен бір-екі үшеуін ғана айтып отырмын. Ал мысалы үшін өлім жітімге байланысты, қазақтың өлім жітімге байланысты мәдениеті керемет. Қайтыс болған адам туралы лақ дегізіп естірте салмайды. Ана кісінің денсаулығына қарайды. Жүрегі нашар адамдарға лақ дегізіп айтпайды. Алыстан, орағытып келіп айтады. Анау жошыққан оқытыңыз ғой, Ақсақ-Құлан деп. Ақсақ-Құлан жаңағы ұлының жаңағы құлан теуіп өлтірген, соны есірткен үшін домбырамен есірткен ғой. Сонда есірткен адамның көмейіне қорғас құям дегенде домбыраға құйған ғой, домбырадан содан кесіп қалыпты деген аңыз бар мысалы. Жамандықты да байқап айту керек. Мен бүгін сіздер мені жоқ деп айтпайтын шығарсыздар. Біздің телеканалдарда күн сайын жамандықтар бірінші орынға қойды. Ана жерде ананы атып кетіпті, мына жерде маншадан өлтіріп кетіпті, мына жерде қырып кетіпті, мына жерде машинадан 6 адам қайтыс болды. Осының керегі не бізге? Адамның жүрегіне тиетін нәрселер. Телеканалда оны ойланбайды мысалы. Кока-коланы реклама жасайды, пепси-коланы жасайды. Кәдімгі соны ішпесек, біз аштан өлетін сияқтымыз. Осыны ойланатын журналистер осыны айту керек қой. Өздері журналистер бола тұрып, сондай нәрселерді реклама жасайды. Немесе жаңағы Қытайдың бір бізге түкке керегі жоқ бір тикток бір дегелерін жасайды. Немесе Американың түкке керегі жоқ бір дегелерін оны не үшін шығарады? Әдейі құрту үшін шығарады. Біздің мына экологиямыз адамзаттың өзіне тән мәдени экологияны бұзу үшін жасайды. Көрдіңіз бе? Ал енді анау қайтыс болып кеткен журналист бар, Құранбек пе еді? Айтып оңай хабарды. Бір күні тыңдап отырсам, сот ұялы телефонның зияны туралы айтып отыр да, бір жігіт келіп отыр. Сымбатты жігіт, қасында ұлы бар, 2 жасар, 3 жасар. Қолында iPhone. 40 минутта ана бала бір рет экранға қараған жоқ. Ана қолында анауына бүйтіп отыр. Көрдіңіз бе? Енді әйел адамдар мысалы үшін несі көп қой, жаңа кір жуады, тамақ жасайды, бүйтеді. Ана балалардың қолында беріп қояды, iPhone басқаны беріп қояды. Біздің қазір қазақша сөйлейтін отбасында орысша сөйлейтін балалар өмірге келіп отыр. Мен өзім көзіммен көріп отырмын. Баланың тәрбиесіне қатты мән бермесе болмайды. Анасын көр, қызға деген ар жағында керек, тәрбиесі бар ма, тегі бар ма деп тұр ғой. Баяғыда құда түсіп, сөйтіп алатын деген, ой, ескінің қалдығы деген, ол былжырмай сөз. Баяғыда аталарымыз ақылды болған. Кімнің текті жерден қыз алуға тырысқан. Күні бұрын құда түсіп қояды адамдар арасында.
Бұлай балаларымыз өссе, құда болайық деп, күні бұрын сөз ойласып қояды. Оның несі жаман? Өйткені қыз балаға берген бақыт ана болу бақыты. Осы бақыттан айырмау керек. Ұл балаға берген бақыт отбасының иесі болу керек, ұл өсіріп қыз өсіретін азамат болу керек. Сондықтан осыған күні бұрын дайындалу керек. Өзімен өзі болады десең, онда болмайды ешнәрсе. Болмайды. Барлық жерде тиымға байланысты осыған ойлаңыздар. Тиым жүрген жерде әй дейтін ажа бар, тиым жүрген жерде қой дейтін қожа бар. Оның ар жағына тереңірек өтсеңіз, мұны түсінесіз. Одан зиян жоқ. Ырымшыл халықпыз ғой. Ол ырымшыл болғандықтан ырым үшін айтылмайды, ол тектеу үшін айтады. Мынаны істеуге, мынаны жасауға болады. Суға дәрет алма дейміз. Бұлай ма? Өзің су ішкен құдыққа түкірме дейді. Рас қой. Таза құдыққа түкірсең, біреу ұшынады ғой, мысал. Судың да сұрауы бар дейді. Ол да тиым ғой. Сумен қалай болса солай, жаңағыдай олас нәрсені қоқысты тастама деп тұр. Экологиялық тиым тұр. Бәрі бар біздің халқымыздың дәстүрінде. Осындай дәстүрді әжелерден, аталардан естігенде құлаққа тоқып жүрейік. Жаңағы кітаптың мағынасы да сол. Тәрбие үшін. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті әріптестер, құрметті Әділ Құрманжанұлы. Есімім Қаршыға Тұрлыбеков, 3-ші курс докторанты, орман шаруашылығы мамандығы. Алиха Бөгейханов атамыз айтқан екен, мінезсіз білімнің ұлтқа пайдасы жоқ деп. Сол бойынша өзіңіздің үлкен тәжірибеңіз бойынша бір мысал келтіріп айтсаңыз, мына бізге жастарға үлгі боларлықтай, көкейімізге түйіп алатындай мінездің білім жолында, ұлтқа пайда түсіру жолында қандай маңызы бар екен? Ал енді әдебі жоқ, тәрбиесі жоқ адам егер білім алатын болса, ол қырып жібереді. Сол үшін Америкаға бір кезде таң қалушы еді. Ана қалада атыс шабыс болады, өлтіріп кетіпті, бәлен қырып кетті. Қазір өзімізде солай. Бәлен қалада былай болыпты, бәленді адамды атып кетіпті. Көріп отырмыз. Сол бәлен анадардың барлығын көрсету керек па? Тіпті бақайшығына дейін жақсылап тұрып көрсетеді ол мысал. Меніңше ол артық. Оған тыйым керек. Телеканалдарда да тыйым керек. Өйткені көрінген елден ала салып, бұрқ етіп бере салғаннан ешкім ештеңе ұмытпайды. Әсіресе біздің ұмытпайды. Сондықтан ең алдымен өзіміздің құндылықтарды дәріптеу керек. Жаңағы мультфильмдерге де қазір басымдық бере бастады ғой, мәдениет министрі көп ақша бөледі. Сериялармен шығарып жатыр, мысалы ұлттық кинолар да шығарып жатыр. Бірақ қарап отыратын болсаң, кейде кемшіліктер жетіп артылады. Біреудің жылт еткенін көре салып, соны жасай салуға ұмтылып тұратын режиссерлар пайда болды. Ол бізге керегі жоқ. Сондықтан жаңағы білімге негізделмеген, ғылымға негізделмеген құндылық ол білдіреді. Ондай адам бәрін білдіріп кетуі мүмкін. Жаңағы Америкада мысалы қару-жарақты сатуға тыйым салса, оған лобби бар. Жоқ, болмайды, өйткені ол сауда ғой, ол ақша келіп тұр. Ол жаңағы мылтық сататын, пистолет сататын жерді жапқызуға болмайды. Тіпті олардың өздерінің қорлары бар. Журналистерді де сатып алады, заңгерлерді де сатып алады. Ана заңды өткізбейді, анаған қарсы заңды. Көрдіңіз бе? Климатқа да байланысты сондайлар. Мысалы үшін көркем шұғыласына байланысты тыйым салатын заңдар келсе, жаңағы оған қарсылар, ақшасы көп байлар өткізбейді. Өкінішке орай біздің кездесу уақытымызға шектеліп аяқталып келе жатыр. Сол себептен сіздердің хаттарыңыздан бүгінгі біздің керемет қонағымыз естеріңізге салып кетейін. Саяси тұлға, қоғам қайраткері, бәлен жыл, 40 жылдан астам ұстаздық тәжірибесі бар Қазақстан Республика оқу ісінің үздігі профессор, Американың Аризона штатында арнайы өкілі, Қазақстан Республикасы сыртқы істер министріндегі білім комитетінде лауазымды қызметкері болған біздің ағамыз. Қазақстан Республикасының Ұлыбритания, Солтүстік Ирландия, Норвегия корольдігінде төтенше және өкілетті елшісі ол кезде. Қазақстан Британ техникалық университетінің тұңғыш ректор,
парламент сенатының депутаты. Сондай керемет ағамыз бүгін бізбен кездесіп отыр. Сізге алғысымызды білдіреміз. Соның барлығы өз басымыздан өткен. Бұл жай әңгіме емес, бұл әңгіме қауымның әңгімесі. Негізделген нәрселер, айтқан сөздері барлығы. Енді өздеріңіз естіп отырсыздар ғой. Сол сияқты өзіңізге біріншіден денсаулық тілейміз. Отбасыңыз бақытты болсын, мына еліміз аман болсын. Мына індет арамыздан тезірек кетіп, енді кездескенде мынандай шағын аудиторияда емес, үлкен аудиторияда кездесеміз бе деп ойлаймын. Неге десеңіз, сіздің әңгімеңіз мына балалар досын өзімді де қызықтырып отыр. Мен ойлаймын, Жайнабек Айтмағамбетовна болашақта осы Әділ Құрманжан ұлымен тағы бірнеше кездесу жасау керек. Біздің студенттерге керек бұндай әңгіме. Бұл тәрбие ғой, тәрбиенің жолы. Барлықтерімізге бұл кісінің ағамыздың әңгімесі ұнап отыр. Сол себептен сізге мыңда бір рахмет. Қонақ бола беріңіз, келе беріңіз. Бара-бара мен ойлаймын, енді сіз мына үлкен салада жұмыс істедіңіз ғой. Ол дипломатия әрине ерекше, бірақ та жоғарғы оқу орындардың не болмаса білім саласы ол да өте маңызды. Өзіңіз айтқандай, сол сияқты осы жағынан да біраз әңгіме болашақта болады деп мен сенемін. Рахмет ағасы. Ықыластарыңызға үлкен рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жастардың келешегі мықты болсын. Әумин. Поляк тілде шыққан Евразия коды деген кітап қой. Бұл да Америкалық үстірмен байланысты. Евразия деген үлкен континент құрылып. Тіпті осы жаһандық келешек Евразияда болады. Өйткені Евразия өте үлкен аймақ. Бүкіл энергетикалық ресурстар да осы жақта, халықтың көпшілігі де осы жақта. Сондықтан биомасса қай жерде көп болса, ақыл да жерде көп болады. Сондықтан мына кітаптың мағынасы сол. Ал мына кітап жаңағы Алтайские корни американских индейцев до Колумбовой эпохи. Бұл жақында ғана баспадан шықты. Орысшасы, қазақшасы шықты. Жақында Түркияда түрк тілінде шықты. Мен тұсауын кесіп көрдім. Ал мынау жаңағы Түркияның ырым тиымдары 600 беттік монография. Жартысы сөздік, жартысы теория. Ал мынау геосаясатқа байланысты ғасыр ғибраты. Ол жаһандық геосаясаткерлердің керемет кітаптарының синтезі, дайын. Бұл жерде Киссинджердің де Ли Куан Юді білесіз ғой? Сингапурды 31 жыл басқарған. Сол туралы да материал бар, Киссинджер туралы материал бар, Бзержинский туралы материал бар, Қытайды қалай зерттеген туралы Никсонның кезінде Киссинджердің. Сондай содан кейін өзіміздің Қазақстандағы 30 жылдағы жаңағы саясатқа байланысты істелген шаруалар осы кітаптың ішінде. Осының бәрін сіздердің кітапханаға сыйлыққа тартамын.